Selim deydi. Selametler mi valla? Bana yiyekleri bilirsinler mi? Bu ne? Birisi. Bunda kim jatadı? Güpüler jatadı. Sen de jattınlar mı bunda beske? Acelerini saldırlar mı amalarını? İyi. Her jatı ya. Beske kalay balaları jatadı gördün mü? Bu Kazaktın ultuk ata-atadan, öpekten tarap gele жатқан Kazaktın osындай жаспалар сәбилер арнасыген бесігі, мынау жапқыш, сыртындағы жабатыны балам бас жағын жауып қойды, аяғын бәрін жауып қояды. Бала ұйықтаватқанда шошымасын деп, ешқандай жын шайтан жоламасын деп, бисмиллахи-рахмани-рахим еліне былай аластайды балалар, бесікті осылайды, тазалайды, адыраспан деген болды, сонымен тазалайды былай. Ең бір салардан бұрын. Содан кейін бұл бесікті аластағаннан кейін бала күнде шошып кетпесін деп, балалар қайшы қояды, пішақ қояды. Енді балалар осындайда әжелер бесікке баланы салардың алдында тыштырма деген ол кәмпит шашады балаларға. Міне бесіктің ішінде мынандай жастығы болады балалар. Көрдіңдер ме жастық? Мынандай бөстек дейді. Матар сияқты бұл балалардың астына салатын. Ортасында мынандай шұңқыры болады. Міне мынау балалар мына жерде баланы жатқанда дәрет сындырады. Көшін жабады былай, төсек жапты несін простенің мына тесікке қояды. Сосын мынау шүмек деп аталады. Бұрын бұны сүйектен істейтін қойдың етінің жілігінен асып жүрген. Ең таза бөстек, мынау жастығы. Міне, содан кейін салғаннан кейін бұлар аяғын бәрін басын мұн жаққа салып, қазір бөпені көрсетем салып. Міне, көріңіздер. Міне, мынандай кішкентай ғана бөпе, үйлерді ұқсай болды ма бөпелер? Ол былай жатқызады баланы. Сосын мына жаққа, жаңа айттым ғой, шүмек салады. Сосын мына жерде шүбірек болады, соны салады. Бала, бұл бесікте жатқан баланың аяғы түзу болады, дені сау болады. Бұл бұнда жатқан бала тоңбай, жылы жатады. Көрдіңдер ме? Міне баланы былай екі қолын былай саламыз. Содан кейін мінекей мынаны былай жабамыз. Сосын мына жағынан жабамыз. Сосын мынандай қақпа деген болады балалар. Көрдіңдер ме? Міне қараңдар. Айдері қараңдар. Міне мынандай қақпа деген болады. Балалар қараңдар. Баланың қолы босап кетпесін деп. Міне қараңдар. Бөпе не қылады? Қараңдаршы. Бөпе не қылады? Жатыр, иә? Содан кейін баланың аяғын жауып қоямыз былай. Басын жабамыз. Содан кейін өлең айтамыз. Қандай өлең айтамыз? Әлди, ақ бөтен, ақ бесікке жас бүркін. Тағы білесің? Гүлік шағып берейін, байсұттардың ұйығын, жәнке қағып берейін. Деп бөпені не істейміз? Бөпе не істеп отыр бала? Ұйықтап отыр. Ол тәп-тәп жан-жақты ұстап отыр.